Сәлеметсіздер ме? Сіздермен 99 каналы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы эпигенетика ұғымы. Эпигенетика туралы жалпы түсініктер. Эпигенетиканың молекуларлық негізі. Адамдағы эпигенетикалық салдарлар. Эпигенетика және эпигеномика. Жалпы эпигенетика биология ғылымының салыстырмалы түрде жаңа қалыптасқан бағыты, әлі де болса генетика сияқты кең танымал емес. Эпигенетика генетикалық организмнің дамуы немесе жасушаның бөлінуі кезінде гендердің белсенділігінің тұқым қуалау өзгерістерін зерттейтін саласы. Эпигенетикалық өзгерістер кезінде ДНК нуклеотидтерінің реттілігі ауыспайды. Организмдегі геномның өзінде гендердің жұмысын бақылайтын және оның ішінде ішкі және сыртқы факторларға байланысты түрлі реттеуші элементтер болады. Эпигенетика ұзақ уақыт бойы мойындалмай келді, өйткені эпигенетикалық сигналдардың табиғаты және оларды іске асыру механизмдер туралы ақпарат аз болды. Эпигенетика құрамына кіретін ДНК-ның бірінші реттік құрылымын өзгертпей, гендердің тұқым қуалау белсенділігін анықтайды. Эпигенетикалық өзгерістер организмнің тіршілік жағдайларына бейімделуіне бағытталған. Алғаш рет эпигенетика терминін 1942 жылы Конрад Уоттингтон ұсынған. Генетикалық және эпигенетикалық тұқым қуалау механизмдерінің айырмашылығы әсердің тұрақтылығы мен қайталауына байланысты. Генде мутация пайда болғанша генетикалық белгілер шексіз қайталанып жазылады. Эпигенетикалық модификациялар жасушаларда әдетте организмнің бір ұрпағының тіршілік ұзақтығы шамасында көрінеді. Бұл өзгерістер келесі ұрпаққа берілгеннен кейін 3-4 генерацияда көрініс береді де, содан кейін стимулдаушы фактор ретінде жойылған жағдайда өзгерістер де жойылады. Эпигенетиканың молекуларлық негізі генетикалық ақпараттың модификациясымен, яғни ДНК нуклеотидтерінің бастапқы реттілігі қозғалмайтын гендердің белсенділігімен және де репрессиясымен сипатталады. Эпигенетикалық маркерлер жиынтығы эпигеном деп аталады. Эпигенетикалық қайта құрылу фенотипке әсер етуі мүмкін. Эпигенетика гендердің белсенділігі мен репрессиялануын қамтамасыз ете отырып, геном ішінде орын ауыстыруға қабілетті ДНК бөліктерінде және хромосомадағы генетикалық материал алмасуына, сондай-ақ қалыпты жасушалардың жұмыс істеуінде маңызды рөл атқарады. Эпигенетикалық модификациялар жасушалар дамуының басты сатысы мен функционалдық белсенділігін бақылайды. Эпигенетикалық реттеу механизмдерінің бұзылуы тікелей және жанама түрде көптеген аурулармен байланысты. Эпигенетикалық этиологиясы ауруларға импринтинг аурулары жатады. Олар өз кезегінде гендік және хромосомалық болып бөлінеді. Қазіргі уақытта барлығы 24 ауру бар. Гендік импринтинг ауруларында ата-анасының бірі хромосома локусында моноаллельді репрессия байқалады. Оның себебі гендегі нүктелік мутация. Ол ДНК молекуласының цитозиндік негізін арнайы метилдеуіне алып келетін, шығу тегі аналық және әкелік болып жіктелетін, экспрессияланатын гендерге тәуелді. Эпигенетикаға әсер ететін, эпигеномға әсер ететін маңызды факторларға тамақтану, физикалық белсенділік, улар, вирус, иондаушы радиация және тағы басқалары жатады. Эпигеномдық өзгерістерге ерекше сезімтал кезең құрсақтағы кезең және туғаннан кейінгі алғашқы 3 ай. Гендік реттелудің бұзылуынан пайда болатын аурулар патогенездің бір бөлігі, оларға ісіктердің кейбір түрлерін, соның ішінде қант диабеті, семіздік, бронх демікпесін және де басқа да аурулар жатқызуға болады. Қатерлі ісік кезіндегі эпигеном ДНК метилденуінің ауқымды өзгеруі. Гистондар модификациясы. Сонымен қатар ферменттерді модификациялаушы хроматин экспрессиясы профилінің өзгеруі арқылы сипатталып отырады. Эпигенетиканың диагностикалық мүмкіндіктері де белсенді дамып келеді. Эпигенетикалық өзгерістерді талдауға мүмкіндік беретін жаңа технологиялар пайда болуда. Демек, хроматиннің мұндай ағынды цитомерия және лазерлік сканерлеу технологиялар жақын арада нейродегенеративті ауруларды және сирек көп факторлы аурулар мен қатерлі ісіктерді зерттеу үшін зертханалық диагностикалық әдістер ретінде енгізіледі деп болжауға мүмкіндік бар.
Сонымен қатар қазіргі кезде эпигенетика қызу дамып келеді. Онымен бірге биология және медицина салалары тығыз байланысты болады. Эпигеномика бұл жасушаның генетикалық материалының эпигенетикалық өзгерістерінің толық жиынтығын немесе эпигеномын зерттеу. Эпигеном геномға екі түрлі тәсілмен әсер етеді. Олардың әрқайсысы гендердің бейімділігінің белсенділігінің өзгеруінде маңызды рөл атқарады. Эпигеномика саласындағы ғалымдар геномда химиялық маркерлердің орналасқан жерін анықтап, олардың қызметтерін зерттеуге талпыныс жасауда. Эпигенетикалық код туралы ақпарат болашақта дәрігерлерге ауруларды диагностикалауға және науқастардың алатын еміне реакциясын бақылауға көмектесетін болады. Назарларыңызға рахмет.